Алматыда Сейфуллин көшесінің бойындағы жер телімдерін алу жұмыстары басталды. Қала әкімдігі үйлердің қашан сүрілетінін мәлімдеді, алайда шаһар басшылығының бұл бастамасын Жетісу ауданының тұрғындары қолдап отырған жоқ. Олар жергілікті билік ұсынған ақша аз дейді. Қалай мен енді сразу мен бере саламын, көше саламын. Көшпеймін мен. Жасым 70-ке келді, мен енді қайда барамын мен? Ұлым жоқ менің. Басқа үйім жоқ менің. Сағындық ақсақал 4 сотық жерін 25 миллион теңгеге бағалап отыр. Ал 6 сотық жері бар көршісі 35 миллион бермесе ешқайда кетпеймін дейді. Сүрілет деп тізімі жарияланған 30-ға жуық телім иелерінің ешқайсысы үйлерінің нарық бағасынан төмен бергісі жоқ. Себебі шеткі ауданға көшкісі келмейді, ал қаланың жоғарғы жағында үйлер қымбат. Ақ жағалылардың айтатын жалғыз уәжі бар. Заңда көрсетілген тәртіп бойынша бәрін тәркілейміз дейді. Жол айрықтар салу үшін Сейфуллин мен Жансүгіров көшелерінің қиылысынан бөлек Түрксіб аудандағы Шемякин көшесінің бойындағы үйлер де сүріледі. Жалпы әкімдік төменгі аудандардағы 259 жер телімін иелерінен сатып алмақ, бірақ бұл кезең-кезеңмен жүзеге асайын деп тұр.